Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 4 шілде 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Ашимханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір туындының, яғни бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Композициялық әрекетімізде рухани туу, рухани тудыру, кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Құрметті әлеумет, сол мақсатта біз шатаспайық деген мақсатпен сіздердің көркем бейнелеріңізді, яғни ата-бабаларымыздың көркем бейнесін алдарыңызда көрнекі етіп жасап қойдық. Ол күнбасты адам, әруақты адам, кемел адам бейнесі. Біздің негізгі табиғи рухани болмысымыз сондай деп түсінулеріңіз керек деп біз айтып жатырмыз. Енді құрметті әлеумет, бүгінгі күндегі осында келбетіңіз бар ма деген мәселеге қарасақ, мен өткен ролигімде біз айттық. Яғни біздер бұл рухани келбетімізден айырылып қалғанымызды біліп отырмыз. Яғни бүгінде сіздер құбыжық, сондай келеңсіз, жаман қалыпта қалғандарыңызды біз өткен жылдар ашша айттық, жеткіздік. Енді сол қалыптан біз қалай арыламыз? Ата-бабаларымыздың өткен, талпынған, аңсаған кемелдікке, әруақтылыққа қашан жетеміз деген ойды алға тартып, алға қойып ойлануымыз керек. Сол ойлану барысында біздің еске түсіп отқан жағдайымыз ата-бабаларымыз айтқанның сөздері. Яғни сөз түзелмей, жөн түзелмейді дейді, іс түзелмейді. Яғни сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады. Сөз атылған оқ дейді. Бұл сөздің, яғни өзіндік әсерлі күші барын айқындаса керек. Ол күш адамның ой санасына жетіп, ой санасы арқылы ми санаға өзінің әрекетін жүргізеді. Іс-әрекетке ұласады екенін біз білеміз. Яғни құрметті әлеумет, сондықтан сөзімізді жөндеу мәселесі, яғни біздің қазақ болу, яғни басымызды құлтабандық, сыбайластық, сұмырайлардың әрекетінен құтқару, денемізді яғни исламдық, мұсылмандық, құлдық болмыстан құтқару деген жағдайды алға тартады. Яғни өзіміздің биологиялық денемізді қалыптастырып, ұлттық санамызды, саналық қуатымызды қалыптастырып, қазақи үлгі, яғни адамдық үлгімізді жасаудың қажеттігін сөз етіп келеміз. Сондықтан да қазіргі жағдайдан біз қалай құтыламыз дегенде, құбыжық қалпымыздан, құрметті әлеумет, өткен ролигімде айттым ғой сіздерге, қандай құбыжық қалыпта жүргенімізді. Бұндай құбыжық қалыпта жүргенде біз ештеңенің жөнін парқына жетіп пайымдай алмаймыз. Яғни осы мәселеден құтылу үшін біз сөзімізді жөндеуіміз керек. Ол сөзімізді өздеріңіз білесіздер, біз билікке қарап 30 жыл, 32 жыл күтіп жүрдік, оны жөндейтін түрлері жоқ. Яғни олар одан сайын қойыртпақтап, тіпті қазақ тілін ұмыттыру жағдайына жетті. Мемлекеттік тіліміз жоқ, мемлекеттік тіл деп ата заңға жазылғанмен ол орындалмайды. Ғылыми тіліміз жоқ, рухани тіліміз жоқ, әдеби тіліміз ешкімге естілмейді. Бүгінгі жастар мәңгүрттік жағдайда тіпті ұмытып жатыр деп айттық. Өйткені оның бәрін әріптері өзгеріп, қай әріпте үйренетініміз белгісіз болып, бүгінде сондай бір тоқырап тұрған жағдайдамыз деп сіздерге біраз әңгімелер айтқан болатынбыз. Енді соны жөндеу барысында неге біз биліктен түңіліп отыр деп қарасаңыздар, алғашқы президентте ол теп жасқап халықты өмірін өткізіп отса, енді соның әсері бүгінде мынау Тоқаевқа беріліп, ол да сондай жағдайда отыр. Ол көп сөзінің ішінде бір сөзімен ақ, яғни тілдерге бақылау қою деп, яғни қазақ тіліне бақылау қою ғой ол сөз. Языковые патрули деп, Ұлытауға барында да сөйтіп айтқан естідіңіздер. Біз кейбір саясатшылардың осылай ақырындап түзелеміз деп өздерін жайбарақат қойғанына, тағы отырғанына, іс-әрекеттеріне, саяси өздерінің құлық әрекеттеріне біз сене бермейміз. Біз нақты еңбектерін, жұмыстарының жөнімен қарап, содан қорытынды жасап отырған адамдармыз. Яғни бұлай қаңтар қырғынының болуы сол нәтиженің сондай тереңдей түсуіне,
яғни сондай бақытқа, яғни қазақтың тілін бәрін ұмыттырып мәңгүрттік ассимиляциялық жағдайға алып келе жатқанын көрсетіп отыр. Оның тағы бір белгісі, басшың қандай болса, қосшың да сондай болады демекші, біздер сол мәңгүрт қалыпта соның артынан кетіп бара жайымыз бар. Біздің басшы қандай деген кезде осы тіл мәселесінде. Тіл мәселесін ол ешқайда шет тілде, халықаралық жағдайда қазақ тілінің мәселесін айтып естіртіп жатқан жоқ. Айтып естіртіп жатқан жоқ дегенде қазақ тілінде сөйлеп жатқан жоқ. Яғни халықаралық қауымдастық ол тілді, қазақ тілі қандай тіл екенін де білмейді. Өйткені ол Қытайға барғанда қытайша сөйлейді, басқа жерге барғанда орысша сөйлейді, кейбір жерлерде маңызды кездесулерде халықаралық ағылшынша сөйлейді. Сөйтіп өзінің тіл білетін, өзге тілді жақсы білетін мақтанғандай қылып айтып отырады. Ал кемел адам бір ұлттың өкілі болып отырып, бір елдің мемлекеттің басшысы болып отырып, өз тілін сондай мүсәпір жағдайға түсіру, елең етпеу, оны сондай жерлерде, үлкен жерлерде ол тілде сөйлеп, оған аударма жасатпау, бұл яғни елді, мәңгүрт елді менсінбеу. Есілің көп жата берсін деп өзінің ыңғайлы жолымен өзгелерге жақындасу әрекетімен, өзін қорғау әрекетімен, өзін ақылды көрсету әрекетімен, құртабандық әрекеттерімен өмір сүріп жатқан жайларын байқап отырсыз. Міне осындай әрекетте, құрметті әлеумет, біз тіпті сондай әрекетіне әгер да өркениетті ел болсақ, өзге дамыған ел болсақ, біз ұлттық мемлекет болсақ, ескерту жасап, оған орын босату керек деп талап қойылар едік. Яғни импичмент жариялай алатын едік. Өкінішке орай бізде ондай сана, түйсік болмай отыр. Сондықтан да олар солай құтырып, тілімізді кемістіп дамуына кедергі жасап отқанын байқап жатсыздар. Яғни бізде, құрметті әлеумет, қандай жағдайымыз болса да өте төмен үлгіде. Яғни бұл әшейін құр түңілу емес, бұл шынайы жағдайды бақылау, соны пайымдаудан туып отырған сөздер деп түсініңіздер. Енді, құрметті әлеумет, біз осы сөз қасиетін, тіл қасиетін терең игерген қазақ атамның ұрпағы ретінде бұл күнге ес жинап, қайда баратымыз, болжамымыз қай жақта, бағдарымыз қай жақта деп ойланған кезде, біз осындай болашақтан өзіміздің алдымыздан қауіп-қатер көріп отқан жайымыз бар. Яғни бұл қауіп-қатерін жаман айтпай жақсы тоқ деген сөзді біз алға тартып, ләж болса сынмен қарап, соны жөндеу уақытына ойысайық дегіміз келеді. Яғни біз өзіміздің жаңағы мәңгүрттік құбыжық кейпімізден қалай арыламыз деген сөзге тоқталған кезде біз ең алдымен осы қауіпті сөздерді айтудан арылуымыз керек. Қауіпті сөздің алдында өзінің жеңілде сөздері бар, ол өмірде күнде кездеседі. Тіпті біз өзімізде осы уақытқа дейін кей кезеңдерде достарымызбен жүрген кезде айтып қалатын сөздеріміз бар, өзге тілдердің. Ондай сөздер қандай деген кезде, мен бір досым бар еді, құрметті әлеумет. Досым бар емес, қазір де бар. Сол бір жұмыстар істеп, талай еңбек істеп бірге жүрген кездерде ол көбінесе байқағанымыз ол так деп сөйлейтін. Яғни так, кез келген нәрсені ойланып істетін кезде, жасап жатқан кезде так деп ойланып жүреді. Мен соның қасында жүріп, бірге жұмыс істеп жүріп, мен сол сөзді жұқтырып алыппын. Вирус сияқты бұл жұққан сөзді менде сол таклап так деп кеткен көрінеді. Соны айналамдағы адамдар байқап, бұныңыз қалай деп ескерту жасады ғой. Мен сол кездерде шынымен де оғанда онда көңіл алмай жүріп үйдегілерден де ести бастадым. Сөйтіп, қысқасы, біздің төңіректегінің бәрі так сөзін айтатын болып кетті. Бұны байқаған бір күні қарап отырып аңғарған өзіміз сол досыма барып айттым. Дос, бұл қалай? Сен бұл сөзің маған да жұқып кетті ғой деп. Бұл сөзді құтыламадық қой деп. Сөйтіп күліп жатырмыз ғой, сөйтсең о да шеге атып күліп, қарап, жоқ, ол жақсы сөз, ол айта бер, ол дұрыс сөз дейді. Ол несі дұрыс, қандай деп айтсам, ол негізі жұмыс істейтін адамның сөзі ғой. Жұмыс істеп жатқан адамда так деп ойланады, пішеді, бастайды. Жалпы еңбекқор адамның айтатын сөзі так деп жатсаң, ол жұмыс істеп жатқан деген сөз, ойланып жатыр деген сөз деп
айтады, ол жалқау адамдар лай сөйлей алмайды деп, сөйтіп күлдіреді. Соған біз өзіміз күліп, ондай болса жарайды деп жүрген жайымыз бар еді. Енді бұл күлкілі бір сәт өміріміздегі, яғни жаңағыдай вирус сөздердің кіріп кетуін байқау керек деген мәнде айтып отырдық деп түсінерсіздер. Енді бұдан басқа тағы сөздер бар. Ол өзге елдерден келген сөздер, тіпті өзімізден енген сөздерді алдымен айтайық. Өзімізден енген сөздер қазақ тілінің сөздері, біранда орынды орынсыз пайдаланатын орындарын білесіздер ғой. Сол сөздің бірі жаңағы қаңтар қырғынынан кейін саяси жағдайға, жалпы әлеуметтік жағдайымызға, экономикалық жағдайымызға, мәдени жағдайымызға әсер етіп жатқан өте қауіпті бір сөз бар. Біз соны еске түсірейік. Ол сөз жаңағы шетелден келген конкуренция. Конкурент деген сөздің қазақша баламасы, яғни қазақша аударғандағы түрі, яғни бәсекелестік деген сөз. Бәсекелестік деген сөздің осы яғни саяси экономикалық айналымға кіргелі бері, термин ғалымдар, мамандар пайдаланғалы бері осы сөз тіпті елдің санасына кіріп, елдің бәрі жаттыққап, тіке бір белгілі бір дұрыс әрекеттер жасамай қалып жатса, не жасап жатса, сол жетістіктеріне мәз болып, әйтпесе жетіспей қалғандарына мәз болып, бұл бәсекелестік қой деп ақталатын жағдайға жетті. Бәсекелестіктің психологиялық маңызы ол өз-өзін ақтау мәселесі. Яғни бәсекелес болған адамға қандай жағдайда болса да сол қарсыласын жеңу керек деген түсінік тұрады екен. Ол түсінік адамды тайталастыққа, яғни бақталастыққа жетелеп, қандай жолмен болса да соның асып түсу әрекеттерін ойлап, жаңағы неше түрлі айла шарғылар жасайды екен. Яғни өтірігінде қосады екен, қутабандығында қосады екен, арсыздығында қосады екен, алаяқтығында қосады екен. Сөйтіп қалай да бір жолмен қарсыласын жеңіп, тұқыртып, өзі жаңағы көздеген мақсатына жету барысында бар әдіс тәсілдерді қолданады екен. Яғни құрметті әлеумет, бұл сөздің жаңағы бәсекелестіктің жаңағы бақталастық мәні осындай психологиялық жағымсыз әрекетке толы екен. Яғни солай істеу арқылы, соны жасау арқылы, бәсекелес болу арқылы ол яғни қарсыласын жеңіп, жеңбек тұрмақ, жойып, тұқыртып, жоқ қылып, тіпті құрбан етіп жіберіп, өз тыныштығын, өзінің жағдайын жасайды екен. Міне осындай сөздің қоғамдық мәні бар, адамдардың қарым-қатынастық әрекеттеріне мәні бар, іс-әрекеттерге енгендігі сондай, адамдар бір-біріне сенбейтін алаяқтық, руханистық жағдайға жетті. Бұны адамдар, мамандар, бұл бәсекелестік болмаса қоғам дамымайды, адам дамымайды деп соғады. Ал шын мәнінде келген кезде қоғам бұны дамып жатқан жоқ, онда жабайы қалыпқа жетіп, бүгін Қазақстанның тоқырау әрекетіне жетті, яғни қаңтар қырғынына жеткізді Қазақстанды. Бұл енді барлық саладағы біздің жетістігіміз солай болды. Бірағында бір-біріне қутабандық әрекеттер, алаяқтық әрекеттер жасау негізді нарықтық экономикаға кіру арқылы байымыз деген әрекеттің бәрі әшейін болып қалды. Өйткені нарықтық экономикаға бақталастық, жаңағы бәсекелестік, оның бәрі айналып келіп, аса ерекше қутабандардың жеңісімен аяқталып жатқан көріп отырсыздар. Яғни олар жемқорлыққа, сыбайластыққа ұласып, күшті сыбайластық, күшті жемқорлықтың үлгісін жеңіске жеткізіп, жаңа ақылды кішкене адамдық жолмен жүрейік деген адамдарды жоқ қылып, сондай қоғамды осындай күйреген жағдайға, тоқырау жағдайына жеткізді. Бұл сөзді өздеріңіз білесіздер, ақыр аяғы бәсекелестік тек қана биліктегі адамдардың, аса қутабанның ішінде қутабандарының қутабаны билікке жетіп, Назарбаев сияқты, ақыры солардың әулеттері байып, солар барлық дүние мүлікке Қазақстанның байлығына ие болып, өзге халықты қанау, табанына жығу арқылы өмір сүріп жатқан көріп отырсыздар. Яғни соның жақтастары, соның соңына ерген адамдар ғана, яғни удачник, неудачник болып бөлініп, қутабандар, сыбайластықты жақсы жасайтын адамдар ғана удачник болып,
ал кішкене ұяты бар адамдар сыртта қалып бүгінгі қоғамдағы жағдайдың жалпы сипатын анықтап жатыр. Міне құрметті әлеумет, сонда бір сөз, бәсекелестік деген сөз неше нәрсені білдіріп жатыр, неше жағдайда құртып жатыр, неше жағдайға жеткізіп былай бақтыластыққа келтіріп жатыр. Бұндай сөзді ата-бабаларымыз кезінде қолданбаған. Өзінің жақсы жақтастарымен жұмыс істеп, бір жетістікке, бір мақсаттарға жету үшін олар бір-біріне адамгершілік, ізгілік үлгісінде арқау болып, сүйеу болып, еңбек етіп, ар-ұждан үлгісіне негізделіп, адалдық, шындық, әділдік үлгісінде, адал достық үлгісінде еңбек етіп, өздерін әлемге танытты. Яғни бұл жерде қолданылатын сөздерін олар дұрыс пайдаланып, әруақты асыру, бір-бірінен адамгершілікті асыру әрекетімен бір-біріне сүйкімді көріп өмір сүрді. Яғни әруақты адамға жол бер, үлкен адамға қол бер деген дана сөздерін мен бұндай әрекетін белгілеп қойған. Яғни аса қадірлі, қасиеті асып тұрған адамдар, қабілеті асып тұрған адамдарды жоғары көтеру, соның соңына еру мәселесі, соны яғни қолдау мәселесін қоғам үшін, ел үшін олар алға тарта білген, алға қоя білген, өздерінің мүдделерін доғарып, өзінің асып тұрған адамның ісін жөндеу мәселесіне бірігіп кіріскен. Мұнда бақталастық емес, мұнда қадір-қасиетті, қабілетті бағалау әрекеттері тұрды. Ал бүгінгі біздің мынау керемет біз деген мамандардың, ғалымдардың, экономика саласының, саясат саласындағы ғалымдардың істеп жатқандары мынау. Сөздің парқына бармай, нарқына бармай, тіке аудара салдық, балама сұлай деп бәсекелестік деп кіргізіп, бәрімізді бақталастыққа ендіріп жіберді. Бақталастық бар жерде қызғаншақтық бар, яғни пәле батырдың бәрі бар. Бұндай жерлерде өздеріңіз білесіздер, бақталастықты қоғамдық деңгейден бастап халықаралық деңгейде сондай жағдай болып жатқан кезде, тіпті бұл жеке отбасының әрекеттеріне, әулет, туған туыстың бауырлардың арасына да түсіп кетті. Сөйтіп бәрі дүрдараз әрекетпен, бір-біріне сенбеу әрекетімен, бір-біріне жау болу әрекетімен, қарсылас әрекетімен бүгін қоғам ешқандай басып бірікпей өмір сүріп жатқан жайы бар. Бір-бірін тыңдамай, бір-бірімен айтысып, бір-бірімен жаңағындай бәсекелес болып, бақталасып күн көріп жатқан жайы бар. Биологиялық түргіде таза, былайша айтқанда мақұлықтық үлгіде, хайуандық үлгіде өмір сүріп жатқан жайы бар. Бір-бірінен басыну үлгісінің бәрі осы әрекетке келіп жатыр. Сол себептен де мен сіздерді өткен жолда, құрметті әлеумет, біздің қазақпын деп қазақ бола алмай жүрген қазақстандықтарға бейнелеп айтқандағы сипатты естідіңіздер. Көркемдік сипаты сондай, баста құлтабандардікі, кеудесі діндар құлтабандардікі тек қана көбею жағы қазақтікі болып тұр деп. Ал биологиялық даму әрекеті жаңағы адамдық әрекетке жете алмай, қазақтық әрекетке, кеудені қазақтыққа толтыра алмай, басты биді саналыққа толтыра алмай, даналыққа толтыра алмай қиналып жатқан жайы бар деп. Өйткені онда сыбайластық, құлтабандық әрекеті алға тартып, сойққа сүйреп тұрады. Бұндай әрекетте қоғамда даму болмайды, ешқандай шығармашылық, ғылым әрекеттер болмайды. Біз бүгінде ғылым тілімізден, саяси тілімізден, рухани тілімізден айырылып қалған адамдармыз. Тек тұрмыстық тілде ғана сөйлегенмен, оның өзі бүгінде шала шарпы біртүрлі сөздер еніп, басқа жақтан басқаша діндердің, басқаша идеологиялардың сөздер еніп жатқанын көріп отырсыздар. Міне құрметті әлеумет, осындай мәселемізді біз айта отырып, бүгінде біз осы өзімізді жөндеп алмай тұрып, елімізде айналамызда болып жатқан геосаяси жағдайдағы мәселелерге көңіл аудара алуымыз қиын. Өйткені осы бәсекелестіктің арқасында елімізде сатқындықтар да шығып жатыр, биліктің де сатқындығы шығып жатыр, ұлттың да сатқындығы шығып жатыр. Ол оған негіз болып отырған баяғы баю, жеке дара билеу, сөйтіп өзгені басыну деген сияқты жеңіл-желпі ойлар. Мұнда саналық қуат, адамдық қуат, ізгіліктік қуат, ар-ұждандық деген әрекеттер тіпті атымен жоқ. Сөйтіп бүгін қазақтар өзінің қазақпыз деген қазақтар әруағынан айырылып, үшін майда шүйде тобыр атанып, құбыжық кейіптермен, құбыжық пішіндермен бір-бірімен дүрдіраз болып жүрген жайы бар. Бастары жүріп кетімен осыны
біріктіру үшін, құрметті әлеумет, бір-бірімізге бірігіміз үшін, яғни бір жөнау деген сөзді іздеп тауып, сол қуат көзін аңғарып, қасиетті сөзімізді аңғарып, соның төңірегінде бірігу үшін біз осы әңгімемізді жалғап отырмыз. Сол себептен де біз елімізге идеология керек деп отырмыз, біріктіретін. Яғни мынау бәсекелес сөзден құтылу арқылы, бәсекелес деген сөздің арқылы біз идеологиямызды жасай аламыз. Барлығымызға біз ізгіліктік үлгідегі ата бабаларымыздың жолымен сондай сөздер дұрыс пайдалануымыз керек. Ал бәсекелес сөздің өз орны бар, қолданатын өз жайы бар. Әрқашанда ата бабаларымыз бұл сөзді өзге сондай қасиетсіз, қадір кетіп жатқан топтарға қарап айтатын болған. Олар бәсекелестік негізінде осындай қасіретке жетіп отыр бұлар деп. Өйткені бәсекелестіктің түбін бәрі жанжал, бақталастық, яғни қырылысу, айқас, төбелес, соғыс. Міне осындай үлгілерден біз құтылуымыз үшін бізге бұл бәсекелестік деген сөзді жалпы саясаттағы саяси терминнен, ғылыми термин қылып, экономика саласындағы алып тастауымыз керек. Сөйтіп оған кішкене рухани бақыт беріп, басқа сөзімізді, басқа үлгілерімізді қосуымыз керек. Сөйтіп даму әрекетін жасап, кішкене балаларымызға дейін, бала шағаларымыздан бастап, кішкене буыннан бастап, мамандарға дейін дұрыс тәрбие беру әрекеттеріне, дұрыс жолға салу әрекеттерін, дұрыс сөз қолдану әрекеттеріне көшіруіміз керек. Сөз арқылы іс әрекет, яғни қылық, әдеп, дағды қалыптасады. Ол адамгершілікке жалғасады, құрметті әлеумет. Сондықтан біз осындай сөздерді абайлап сөйлеуге шақырамыз. Яғни біз бәсекелес деген сөзден құтылуымыз керек. Бақталастық деген сөзден құтылуымыз керек, құрметті әлеумет. Адам боламыз, әруақты боламыз десек, осы ойлану жағдайына үйренуіміз керек. Яғни дұрыс сөзді қолданып, бір-бірімізге айта білуіміз керек. Сонда ғана біз ел боламыз, бір-бірімізге жанымыз ашитын жағдайға жетеміз. Әйтпесе сол жанасымас бәсекелес болып, алыстан қарап, күліп, мазақтап жүріп, бір күні өздеріңіз де былай саудаларыңыз бітіп, өмірін өткендеріңізді білмей қаласыздар. Ал ұрпақтарыңыз лағнат айтады. Сондықтан жақсы үлгіге, жақсы сөзге бет алайық, жақсы айтпай, жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Біз біраз өмірге үмітпен қарағымыз келсе, осындай жаман жақтарды да сезіп, қандай жолға бара жатқанымызда содан құтылудың жолын қарастыру керек. Жақсы сөз жарым ырыс деп біз кез келген сөзімізді дұрыс пайдалануға тырысайық. Бәсекелестік жақсы қылық, жақсы әдеппен айтылып жатыр ғой деген сөзден құтылайық. Бәсекелестік деген сөздің өзі дұрыс емес. Бақталастық дегеннің жалпы былайша айтқанда соның баламасы, синоним деп сөз айтсақ болады. Міне құрметті әлеумет, осындай әңгімемізді айтып отырып сіздерді ойлануға, толғануға шақырамыз. Аман сау болып тұрыңыздар.